Көктем 2026. Қаламызда республикалық командалық штабтық оқу-жаттығу өтуде. Мұрын қуысына жасалған ота. Заманауи хирургиялық әдістерді қолдану арқылы жүргізілген операция сәтті аяқталды. 25 мен 27 ақпан аралығында Балқашта көктем 2026 республикалық командалық штабтық оқу-жаттығулары өтуде. Ауқымды шара көктемгі кезеңдегі қауіп-қатерлерге байланысты қызметтердің іс-қимыл дайындығын арттыруға бағытталған. Негізгі мақсат төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою бойынша мемлекеттік азаматтық қорғау жүйесінің жұмысын жетілдіру. Сондай-ақ су тасқыны кезеңінде басқару органдарының күштер мен құралдардың әрекет етуге дайындығын күшейту болып табылады. Оқу-жаттығу аясында жедел әрекет ету жасағы сап түзеді. 98 жеке құрам және 42 бірлік техника қойылған міндеттерді орындауға дайын. Период с 25 по 27 февраля 2026 Оқу-жаттығу барысында қызметтер арасындағы өзара іс-қимыл мәселелері, халықты және мүдделі қызметтерді хабардар ету тәртібі, көктемгі су тасқыны кезеңіне аумақтарды су басуға, тіршілікті қамтамасыз ету нысандары жұмысының бұзылуына, сондай-ақ маусымдық сипаттағы өзге де қауіп-қатерлерге байланысты төтенше жағдайлардың туындау қаупі кезінде және орын алған жағдайда әрекет ету алгоритмдері пысықталуда. Жедел қызмет қызметкерлері жедел әрекет ету алгоритмін, яғни судан зардап шеккен адамды шығару және алғашқы медициналық көмек көрсету бойынша іс-қимылдарды пысықтайды. Оқу-жаттығуларды өткізу барлық тартылған қызметтердің өзара үйлесімді жұмысын арттыруға, олардың жедел әрекет етуге дайындығын күшейтуге және көктемгі табиғи қауіп-қатерлер кезінде қала тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Екі 2025 жылы Балқаш қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасы атқарылған жұмыстардың қорытындысын жариялады. Бұл туралы басқарманың ресми парақшасында өткен тікелей эфир барысында айтылды. Балқаш қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы Лена Батанаева қаладағы эпидемиологиялық жағдайдың қанағаттанарлық екенін атап өтті. Жыл ішінде бірқатар қауіпті инфекциялар тіркелмеген, ал тіркеуге жататын 26 жұқпалы аурудың 17-сі бойынша көрсеткіштердің төмендеуі байқалған. Алайда 2026 жылдың басынан бері қалада қызылшаның 30-дан астам жағдай анықталып, аурудың басым бөлігі екпе алмаған балалар арасында тіркелген. Хочу вначале отметить, что эпидемиологическая... Ең алдымен қаладағы эпидемиологиялық жағдай қанағаттанарлық екенін атап өткім келеді. Жұқпалы аурушаңдық динамикасын талдау, тұмау, іш сүзегі, паротит және дифтерия сияқты инфекциялар бойынша жағдайдың тұрақты екенін көрсетеді. 2025 жылдың қорытындысы бойынша қызылша, қызамық, паротит, менингококк инфекциясы, Б және С вирустық гепатиттері, дизентерия және тағамдық токсикоинфекциялар тіркелген жоқ. Тіркеуге жататын 26 жұқпалы аурудың 17-сі бойынша көрсеткіштердің тұрақтануы байқалып, облыстық және республикалық деңгейден асу жағдайы тіркелмеді. 2024 жылмен салыстырғанда желшешек, тұмау, туберкулез, жедел респираторлық вирустық инфекциялар және қышыма аурулары бойынша өсім байқалды. 2025 жылы қызылша тіркелмесе, 2026 жылдың басынан бері 30-дан астам жағдай анықталды. Ауруға шалдыққандардың басым бөлігі екпе алмаған балалар. 2025 жылы өнім қауіпсіздігі мен қоршаған орта сапасын қамтамасыз ету мақсатында тұрақты бақылау жүргізілді. 382 өнім сынамасының 9,7% талаптарға сәйкес келмей саудадан алынды. Ауыз су, көл суы, жағажай құмы және атмосфералық ауа көрсеткіштері санитарлық нормаларға сай. 2025 жылғы шомылу маусымы кезінде Балқаш қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасы көл суының сапасына тұрақты мониторинг жүргізді. Маусым алдында және маусым барысында жағажай аумағынан алынған 84 су және 48 құм сынамасы микробиологиялық, санитарлық химиялық және паразитологиялық көрсеткіштер бойынша зерттелді. Нәтижесінде барлық сынамалар санитарлық талаптарға сәйкес болып, тұрғындардың денсаулығына қауіп төндіретін жағдайлар тіркелген жоқ. Жыл ішінде е-өтініш жүйесі арқылы 138 өтініш түскен. Қазіргі таңда ақпараттық түсіндіру жұмыстары жалғасуда. Балқашта көп салалы аурухананың хирургия бөлімінде мұрын қуысына жоспарлы ота сәтті жасалды. Науқасқа заманауи хирургиялық әдістерді қолдана отырып, жоспарлы операция жүргізілді. Заманауи хирургиялық әдістер мұрын мен тыныс алудың қиындауы, созылмалы қабыну, мұрын қалқасының қисаюы сияқты өмір сапасын төмендететін мәселелерді емдеу үшін қолданылады. Ота кезінде жаңа технологиялар пайдаланылғандықтан операция уақыты қысқарады. Науқастың ауырсынуы азаяды және операциядан кейінгі жазылу процесі жылдамырақ өтеді. Бұл операцияны сентябрь айында, мен осы қыркүйек айынан 2025 жылы Ошаққа келгеннен бастап жасап жатырмын. Аптасына 2 рет бізде портал бойынша жасалады бұл операция. Бұл операция показаниясы, бұл операцияға бұл адамдардың мұрнының қалғанын қисаюы, мұрнымен тыныс алу қиындауы, бас ауру, енді
өзі консультацияға келеді адамдар сондай шағымдармен. Мен қараймын. Бұның үшін КТ жасаймыз, визуальный осмотр, эндоскопия. Егер показания болатын болса, порталға қойып, дайындап, осы операция жасаймыз. Операция уақыты бойынша жарты сағат, 1 сағат көлемін алады. 4-5 күн осы больницада жатады. Дальше уже реабилитация қаралып отыратын кезде. Мұндай операцияның негізгі мақсаты мұрын арқылы еркін тыныс алуды қалпына келтіру, асқынулардың алдын алу және науқастың жалпы жағдайын жақсарту. Аз жарақаттайтын хирургиялық тәсілдер қан кету және басқа да асқыну қаупін төмендетіп, адамға күнделікті өміріне тезірек оралуына мүмкіндік береді. Дәрігерлер денсаулыққа байланысты мәселені уақытында анықтап, жоспарлы түрде ота жасау, тыныс алу жүйесінің ауруларын асқындырмай емдеуге көмектесетінін айтады. Қазіргі уақытта науқастың жағдайы тұрақты, ота сәтті жасалды. Мемлекеттік рәміздерді құрметтеу әр азаматтың маңызды міндеттерінің бірі. Осы мақсатта бүгін оқу орындары мен балабақша басшыларына арналған мемлекеттік рәміздерді дұрыс пайдалану және орналастыру тәртібі бойынша арнайы семинар өткізілді. Мамандардың айтуынша, рәміздерді орналастырудың заңмен бекітілген нақты талаптары бар. Алайда кейбір мекеме басшылары мемлекеттік рәміздерді орналастыру ережелерін толық сақтамай, заң талаптарын бұзатын жағдайларда кездеседі. Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздері жөніндегі облыстық комиссия жұмыс тобының мүшесі Шахмарал Кабулова мониторинг барысында бірқатар мекемеде мемлекеттік рәміздердің белгіленген талаптарға сай орналастырылмағаны белгілі болғанын айтты. Все, что касается государственных сил, ваша совместная работа. Барлық мемлекеттік рәміздерге қатысты мәселелер бойынша сіздердің қалалық мемлекеттік рәміздер жөніндегі комиссиямен бірлескен жұмыстарыңыз маңызды. Яғни әкімшілікпен ғана емес, қалалық мемлекеттік рәміздер жөніндегі комиссиямен де тығыз байланыста жұмыс істеу қажет. Сонда өзара сабақтастық сақталып, нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жергілікті атқарушы органмен және қалалық комиссиямен жұмыс жүйелі түрде жүргізіледі. Елдік пен бірліктің символы саналатын мемлекеттік белгілер арнайы стандарттарға сәйкес дайындалып, белгіленген орындарға ілінуі тиіс. Шара барысында ғимарат ішіндегі кабинеттерде, жалпы көрініске қолайлы жерлерде мемлекеттік рәміздерді дұрыс орналастыру тәртібі түсіндірілді. Сонымен қатар заңды тұлғалардың жұмыс орындарында рәміздерге арналған арнайы бұрыштардың болуы маңызды екені де айтылды. Шара барысында табиғи тозуға байланысты туындайтын ақауларға да ерекше назар аударылды. Егер тудың бояуы кетсе, түсі өзгерсе немесе басқа да зақым пайда болса, оны дереу жаңасын ауыстыру қажет. Әсіресе мемлекеттік елтаңбаға қатысты талап қатаң. Оның кез келген кемшілігі мемлекеттік нышанның мән маңызын төмендетеді. Сондықтан уақытылы жаңаруы маңызды.